Менің каналыма қош келдің. Бүгін сенімен армандар орындалатын ғажайып таңғы 7 минут атты техникамен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпа. Ал енді армандар орындалатын ғажайып таңғы 7 минут деп не себепті айтылады? Әр адам таңертең оянған кезде ең бірінші ойлайтын заты ол өзінің проблемалары, өзінің қарыздары, өзінің істейтін шаруалары, өзінің шешілмей жатқан мәселелері. Алдымен таңертең ояна салып осылай ойлап, күні бойы осы оймен жүреді. Осы миға қалыптасып қалған дағдыны өзгерту. Яғни таңғы 7-де немесе 7:30, 6-да өзіңізге қандай уақытта ыңғайлы, сол уақытта осы техниканы жасау ұсынылады. Будильниктен соң сразу жасау керек. Будильник оятқаннан соң оны өшіріп, көзіңізді жұмып, саналы түрде ойыңызды тынышталдырасыз. Және де мүлдем негатив және де проблемаларды ойламауға тырысасыз. Сол моментте сіз тек алдын ала алғыс айтасыз. То есть алғыспен бастайсыз. Алғыс ол кез келген затқа, әрбір күніңізге, атқан таңыңызға болсын, алғыс айту, шүкіршілік ету. Одан соң 2-3 минуттан соң өзіңіздің арманыңызды ойлау. Арманыңыз орындалып жатқандай ойлау. Сіз үй қалайтын болсаңыз, немесе көлік, немесе бір бизнес болсын, өзіңіздің бір кез келген арманыңызды орындалып жатқандай ойлау және оны сезіну. Үшінші, сол сезіну эмоциясын күшейту. Эмоцияңыз қаншалықты қуану, мақтану, сол сезімдер қаншалықты күшейген сайын арманыңыз орындалуы жылдамдығы жоғарылайды. Ал төртінші, оны кеңістікке жіберу. Ары қарай ол қалай орындалады, ол үшін не істеуім керек емес, оны жай ғана кеңістікке жіберу. Оны қалай орындаймын, немесе не істесем болады деп қатты ойланып, күні бойы сонымен бас қатырудың қажеті жоқ. Кеңістікке беріңіз, сеніңіз, ары қарай қалай орындалатын оны кеңістік шешеді. Және де төртінші, босату. Денеңізді босатып, барлық армандарыңызды жіберіп, рахмет айтып, таңыңызды аттыру. То есть 7 минут, 8 минут осы техниканы жасау, және де аффирмация айту. Аффирмация ол бүгінгі күнім сәтті өтеді, сәтті өтіп жатыр. Бүгін мен барлық мүмкіндіктерді қабылдаймын, және де өзіме рұқсат етемін. Мен молшылықты өміріме қабылдаймын, және де табысым күн сайын артуда, маған көп мүмкіндіктер келуде, оның барлығын пайдаланудамын деген сияқты керемет аффирмацияларды айтып, күні бойы сонымен жүру. Сіз таңыңыз қалай атады, қандай эмоциямен атады, қандай техникамен атады, күні бойы сол эмоциямен жүретін боласыз. Егер негатив ойлап, жаман ойларды көп ойлайтын болсаңыз, көбінесе жақсы ойларға ауыстырып үйреніңіз. Әр негативтен соң тек жақсы нәрселерді ойлау, жақсы заттарды, армандарды ойлау, ол сіздің санаңызға керемет әсер етіп, санаңызды соған шынықтырады. Және де ол 21-30 күн аралығында жасау керек. Егер одан аз жасайтын болсаңыз, арасында бір перерыв болып қалатын болса, ештеңе етпейді, дальше жалғастырып, бір күн немесе 2 күн ұмытып қалатын болсаңыз, 2 күн қосып жалғастырып кетуіңіз керек болады.